Сәлем, бүгін сіздерге өте керемет дәмді алмалы печенье дайындаймыз. Өте дәмді печеньелардың бірі, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді алма қажет болады, және сары май ерітілген, жұмыртқа, қант және де ұн қажет болады. Оның ішіне разрыхлителерді бірге қосып қойдым. Енді бірінші сары майымызды құямыз, ерітілген, және 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз венчикпен. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді қазір ұнымызды және разрыхлителімізді жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде ұндарыңызды сетіден өткізіп салыңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді қазір теркадан өткізіп алмамызды саламыз. Алмамызды барлығын өткізіп алдық. Енді қазір жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді противнімізға пергаментімізді төседік, және осай бұл қамыр сұйық болғандықтан осай қасықпен салатын боламыз. Қасықтың көмегімен сосын арасын кішкене ашып салыңыздар. Бұл печенье өте дәмді печеньелардың бірі, алмалы, өте сондай бір дәмі ерекше. Енді сіздер прям міндетті түрде осылай балапандарыңызға дайындап беріңіздер. Печеньеларымыз пісті, өте дәмді сонда печеньелар, және осыны сахарны пудрға аунатып, прям әдемілеп берсеңіздер, дәміне енді сөз жоқ. Міндетті түрде дайындап көрулеріңіз керек өздеріңіз. Және менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, жып-жұмсақ бұл печенье. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алда жақсы рецепттарды менен күтіңіздер.